Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Қағбаны жөндеу. Пайғамбарымыз 35 жаста еді. Ұзақ жылдардан бері жауын-шашын өтіп, сыртқы әсерлерден қасиетті қара шаңырақтың қабырғалары ескіріп, тоз-тозы шығып мүжілгенді. Шатырсыз ғимараттың төбесінен аққан су іргесіне дейін жетіп, қабырғаларының әр жері құлап та қалған еді. Құрайыштар осы қағбаның құлаған тұрған қабырғасын қайта жөндеуден өткізу керегін шешеді. Бәрі бірігіп, қызу істі бастап кетеді. Қағба қабырғаларын өруге келгенде меккеліктер ұру-ұру болып таласып қалады. Қалыптасқан әдет бойынша тағы да жеребе тастап, ол бойынша Абдыманап пен Зухра руына қағбаның қақпасымен алдыңғы жағы, Абдуддар, Асет және Әди руына Шам жаққа қараған тұсы, Шахм, Жахм және Амир руына Емен жақ бұрышы және Қаратас қойылған бұрышының арасы, Мағзум және Тайым руына Сафа төбесі жағындағы Емен тұсы тиесілі болады. Әр рудың адамдары өздеріне тиесілі жұмыстарына білек сылана кірісіп кеткен еді. Қабырғалары бұзылып, Әзірет Ибрахим пайғамбар өз қолымен құйған іргетасқа дейінгі аралық түгелдей қопарылып алынады. Төменгі жағынан бір-біріне өрілген жасыл тастар көріне бастайды. Құрылысшылар қыза-қыза ол тастарды да аршып, араларынан біреу күректі бар күшімен әлгі тастардың түбіне соғып қалғанда, Мекке жері оқыстан сілкініп кеп қалады. Барша жұрт әуелгіде не болғанын біле алмай аңтарылып қалады да, мәселені ұққан соң үрейленіп бір-біріне қарасты. Мұның тектен-текке болған құбылыс емес екенін аңдаған олар, Қаратастың атам заманғы іргетасын сол күйі қалдырады. Қағбаның айналасы құжынаған халық, үлкенді-кішілі бәрі қызу іске кірісіп, еңбектеніп жатыр. Қабырғалар әп-сәтте бой көтерді. Көз қорқақ, қол батыр деген. Ғимараттың ең төбесіне ұшар басына қасиетті саналатын Қаратас қойылуға тиіс еді. Осыған келгенде рулар арасында тағы да талас шықты. Мәселе қасиетті тасты орналастыруға кім лайық дегенге келіп тірелді. Әр ру өзіне тартып, соңы ит ырғылжың, талас төбелеске айналатын түр бар. Ұрыс керіс өршіп барады. Бұл бетімен кете берсе, бірін-бірі өлтіруден тайынбас. Тайталас 4-5 күнге созылды. Жұмыс тоқтаған. Құрайыштар ар ойланып, бер ойланып, ақсақалдары кеңесіп, Харам мешітінде бас қосты. Бағзылары халықтың арасына кіріп татуластырмақ та болды. Құрайыштардың бір туысқан көкелері, қарт кісі Әбу Умаяның ұсынысы бойынша, уа ағайындар, төбелесте қырғында абырой әпермейді. Құр таластан түк шықпайды. Менің мынандай ұсынысым бар. Ана қақпадан Бәни Шайба қақпасынан көрсетіп, кім бірінші болып енер болса, сол адамнан ақыл сұрайық. Алғаш кірген адамның үкіміне бәріміз разы болайық. Әйтпесе бұл керістің түбі жақсылыққа апармайды деп, бұл ұсынысқа бар жақтан келседі, ешкім наразы болмайды. Жұрттың жиналған көпшіліктің көзі Бәни Шайба қақпасында. Бұл қақпадан кім келер екен, кім қандай шешім айтар екен деген күдік күмәнді отырады. Сөйтіп тұрғанда қақпадан қырыңдаған біреудің сұлбасы көрінді. Ұзақ та келе жатса да, өзіне тән бойы, ерекше түр тұлғасы мен жүрісінен оны тым-тырыс қақпаға көз тіккен жұрт жазбай таныды. Қуанғандарынан көбісі айғайлап жіберді. Мұхаммадул Амин келе жатыр. Әл-Амин, ең сенімді адам. Оның үкіміне ризамыз. Ол не айтса да дұрысын айтады. Келе жатқан расында да Мұхаммадул Амин, яғни сенімді Мұхаммед болатын. Баршаның сенімнен шыға білген турашылдығы, шыншылдығы, кісі ақысына аса мән беретіндігімен жұрттың ықыласына бөлінген еді. Сондықтан да халық оның келгеніне қатты қуанды. Әрине, пайғамбарымыздың келуі кездейсоқтық емес еді. Алланың әмірімен, ол пайғамбарлық міндеті жүктелмей тұрып, беретін үкімдері мен пәтуалары мен қабылдайтын шешімдері мен туралығына, дұрыстығына қарапайым халықтың көзін тағы да бір жеткізуге тиіс еді.
Құрайыштар болған жайды бастан аяқ Мұхаммед пайғамбарға баяндап береді, шешімін күтеді. Мұхаммед пайғамбарымыз көп ойланып жатпады. Маған кеңдеу бір шүберек беріңдер дейді. Сұрағаны әкелінеді. Мұхаммед пайғамбар шүберекті жерге жайып, қаратасты ортасына қойды. Көпшілік аңырап қарап қалған. Енді не істеу мүмкін? Әр рудан бір өкіл шығып, әр бұрышынан ұстап, қойылатын орнына дейін көтеріп апарсын дейді. Айтқанлары орындалды. Мұнан соң пайғамбарымыз өз қолымен қара тасты алып, орнына қойды. Үлкен құрметке ие болды. Халықтың көңілі орнына түсті. Ары қарай жөндеу жұмыстары жалғастырып, аз уақытта тамамдалды. Осылайша қанды қырғынның алдын алып қана қоймай, өзінен әлдеқайдар жастары үлкен, өмірлік тәжірибесі мол адамдардың ұтымды ойы мен артықшылығын көрсетті. Ақыл жаста емес, баста екенін дәлелдеді. Мұның бәрі әрине иләһи күштің арқасы.